Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Бүгін осындай тез дайындалатын панкейки пісіреміз. Сонымен қатар каналымда түрлі тәттілердің рецепттері бар. Каналыма тіркеліп қойыңыз. Панкейки жасауға кірісейік. Ең алдымен осындай бөлме температурасындағы 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Венчиктің көмегімен үстінен қантты қосып араластырамыз. Қанты ерігенше толық. Содан кейін үстінен 1 стакан жылы сүт құямыз. Тағы да араластырамыз. Енді кезекте үстінен електен өткізіп ұн қосамыз. Ұнды 1,5 стакан қосамыз. Ұнның тығыздығына да байланысты, негізі ұнның өлшемі. Сондықтан қоюлығына да қарап, көз мөлшермен қоссаңыздар болады. Үстінен 1 шай қасық қамыр қопсытқышын саламыз. Содан кейін жайлап венчикпен араластырамыз. Ұн толықтай араласып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Содан кейін үстінен 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Венчикпен тағы да жақсылап араластырамыз. Міне қамырымыздың қоюлығы жобамен осындай болу керек. Бұдан қою керек емес, себебі панкейктеріміз тығыз болып қалады. Ұнды артық қоспаймыз. Панкейктеріміздің қамыры дайын. Алдын ала қыздырылған табамызға пісіріп аламыз. Табаға май ештеңе құймаймыз, құрғақ табаға пісіреміз. Панкейктердің көлемін қалауыңыз бойынша үлкейтіп, кішірейтіп жасасаңыз болады. Біраздан кейін бетінен сәл осындай тесікшелер пайда болған кезде екінші бетін аударамыз. Барлық панкейктеріміздің қамырын осы ретпен пісіріп аламыз. Панкейктердің екінші жақ беті бірінші жақ бетіне қараған кезде тез піседі. Барлық панкейктерімізді пісіріп алдық. Панкейктерді қалауыңыз бойынша әрлесеңіз болады. Мен ортасына бананды осылай турап салып, шоколадты ертіп құятын боламын. Қалауыңыз бойынша бұл панкейктерге бал, әртүрлі повидло, вареньелерге қосып жесеңіз болады. Бұл рецепт сізге ұнаған болса, лайк басып, каналымды қолдай отырыңыз. Комментарий бөліміне алдағы уақытта қандай рецепт күтетініңізді жаза кетсеңіз болады. Міне панкейктеріміз дайын, өте тез дайындалады, жұмсақ, сондай дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.